Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыз құрметті көрермен. Футзалдан Қазақстан чемпионатының жартылай финалы, екінші ойын. Семей қаласы, Абай арена. Семей Ақтөбе арасындағы матч, екінші кездесу. Кешегі ойында 4-2 есебімен Семей экстра таймда жеңіске жетті. Камил Герейханов дубль автор атанды. Семей сапында Егита мен Шыңғыс Есенаманов 1-1 голдан соқты. Ал Ақтөбе командасында гол соққан Биыл және Нұрбек Қарағұлов. Ендеше Андерсон Дедеженьо топты ойынға қосты. Футзалдан Қазақстан чемпионатының жартылай финалы Семей Ақтөбе Абай арена. Екінші матч осылайша басталды да кетті. Көкжейдеде Семей, Қызылжейдеде Ақтөбе. Ортада қазір Дедеженьоның пасы, мүмкіндік. Габриэль Кандидо жақын бұрышты көздеген 20-шы нөмір Ринат Төреғазинның пас. Мінекей қазір Камил Герейханов қарымташа болды. Оң қапталға Емельянов ортада. Есеп 1-0. Кеше бірінші таймда гол соғылмаған еді. Ал Камил Герейханов бүгін алғашқы таймда гол соқты. Тағы да кешегі ойында дубль авторы атанған Камил Герейханов. Абдрасил Абдуманаполо. Герейханов оң қапталда пас алды. Қазір және гол. 2-0 кешегі нәтижесін Камил Герейханов қайталап отыр. Чемпионаттағы 36-шы голын соқты. 18-ші минут тура басталған сәтте міне Герейханов және мүмкіндік Альберт Ақбалықовтың тамаша пасы. Биыл допты сақтап қалды соққы. Міне тағы бір мүмкіндік және пенальти. Джайми Эвалди тәртіп бұзды. Нақақтан нақақ келіп қазір Биылды құлатты шамасы. Сонымен Биыл қақпаға соққы, гол! 2-1 Ақтөбе командасы бірінші таймның соңына қарай есеп айырмасын қысқартты. Биыл гол соқты. Таза допқа ойнаған екен. Допқа бірінші жетті. Семейдің шабуылы. Кандидо пас берді. 3-1. Автогол болған секілді бұл жерде. Семей тағы да. Кандидо қайтадан доп ойынға қосты. Және Герейханов қалай өтіп кетті. Соққы, есеп 4-1. Никита Емельянов. Бірінші таймда Емельянов Герейхановқа нәтижелі пас берген. Екінші таймда керісінше, құрметті көрермен. Филиппиньо. Айтадан Ақтөбенің шабуылы, бірақ доптан айырылып қалды. 5-1. Камил Герейханов хет-трик автор атанды, құрметті көрермен. Бүгінгі матчта барлығы шешілген секілді. Бока доптан айырылды. Камил Герейханов осылайша покер автор атанды. 6-1. 6-1. Жалғыз өзі барлық мәселені шешіп тастады.
Семейдің шабуылға шықпағанына біраз уақыт өтті қазір. Әбдірәсіл Әбдіманапұлы. Дедежин ортаға пас. Әбдірәсіл. 7-1. 7-1. Әбдірәсіл Әбдіманапұлы бірінші таймда сары қағаз алған еді. Сол сары қағазын осы бір гол арқылы жуып шайған. Иманалин тағы да тепті, тағы да Эвалди. Және 8-ші гол. 8-1. Бұл голды Гереханов соқса онда жоқ, Емельянов секілді я. 8-1. Матч аяқталды, құрметті көрермен. Осылайша Қазақстан чемпионатының жартылай финалында екінші ойында Семей Ақтөбені 8-1 есебімен тас-талқан етіп жеңді. Серияда есеп 2-0. Үшінші матч 13 маусымда Ақтөбе қаласында Қоныс Арена спорт кешенінде өтеді. Барша семейлік жанкүйерлерді бүгінгі жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Ал Ақтөбеге Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.